17 қараша халықаралық студенттер күні. Атаулы күнге орай Сарыағаш аудандық мәдениет үйінде мерекелік шара өтті. Өңіріміздегі колледждердің білімгерлері бір ортада жиылып, ортақ мейрамның мәнді де сәнді ажарлы өтуіне белсенді түрде өзіндік үлестерін қосты. Әдемі әсерлі басқосу барысын тілшіміз тарқатып айтып береді. Студенттікке залтын дәуір, жастық шақтың ең әсерлі сәттері топтасқан, қызығы таусылмайтын достық махаббаттың көктемі. Тақырыпқа қатсақ, 17 қараша халықаралық студенттер күніне орай Сарыағаш аудандық мәдениет үйінде мерекелі жиын өтті. Өңірімізде колледждердің студенттері бір ортаға жиылып, ортақ мейрамның мәнді де сәнді өтуіне, әдем өтуіне аса зор қарқынмен үлестерін қосты. Аудандық фестивальдағы қызықты концерттік бағдарламаны алдыменен Арыстанбаб колледжінің білімгерлері бастап берді. Өздерін таныстырып, тамаша би биледі. Мен Байтілен Нұрлайым Жұманқызы, Арыстанбаб колледжінің білімгерімін. Бүгінгі студенттер күніне арналған фестиваль өз дәрежесінде жоғары деңгейде өтуде. Осы сәтті пайдалана отырып, Сарыағаш қаласының студенттерін шын жүректен бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Мұнан кейін Сарыағаш медресе колледжінің студенттері сахнаға шығып, тәлім тәрбиелік маңыздар көрініс қойды. Көріністе арақ-шараптан аулақ болу, ата-ананы қадірлеу, құрметтеу кеңінен дәріптелді. Сарыағаш ауданы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жастардың бос уақытын тиімді пайдалану және де 17 қараша халықаралық студенттер күні мерекесін жоғары деңгейде атап өту мақсатында біздің аудандағы арнаулы орта оқу орындары, яғни колледж студенттерін мерекемен құттықтау мақсатында студенттік өмір, игі өмірдің бастауы атты аудандық фестиваліміз өтіп жатыр. Бұл фестиваль аясында біздің жастарымыз басқа колледждер бір-бірімен танысады, біліседі және де дос арттырады. Және де бүгінгі 17 қараша студенттер күні адам өмірінде бір-ақ рет келетін студенттік кезеңді ол жастарымыз барынша сезіну керек. Әрі қарай Қапланбек аграрлық техникалық колледжінің білімгерлері әсем шараны әнмен әділеді. Сарыағаш көпсалалы колледжінің студенттері тарапынан қазақи нақыштағы би биленді. Осылайша 17 қараша халықаралық студенттер күніне арналған іс-шара көңілді тапқырлар, жайдарманшылардың өтімді әзілдерімен астасты. Іс-шараны Сарыағаш аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Алдияр Қозыбаев қорытындылады. Студенттерді мерекесімен құттықтады. Студенттік өмір шындығындағы ең қызықты, ең тәтті, ең ұмытылмас шақтар болып саналады. Мынау Сарыағаш студенттерді көріп, осыдан 20 жыл алдын өзіміздің алғашқы ойнаған кезінде есіме түсті. Дәл осылар сияқты жас фестивальде достықты, бір колледждер арасындағы бір-бірімен достықты нығайту мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Құдай қаласа, тағы да үлкен шараларда көне беріңіздер. Тағы да мереке құтты болсын. Мерекелеріңіз әрқашан шат-шадыман, қуанышты сәттерден үзілмесін. Рахмет. Өздеріңіз көргендей, студенттер күні жоғары деңгейде аталып өтті. Шіркін жастық шақтың ең әсерлі кезеңі студенттік жылдарға не жетсін. Қуаныш Құлмырзаев, Рахманбек Құралов, Сәт телеарнасы, жаңалықтар қызметі.